Армысыздар, құрметті қонақтар. Бүгін арнамызда жаңа подкаст, жаңа сұхбат. Бүгін еліміздегі суицид жөнінде әңгіме өрбітетін боламыз. Бүгін бізде қонақта Мүсірова Зердегүл Алпысбайқызы, Жайық таңы қоғамдық бірлестігінің психологы, және де тағы да бір педагог психолог ханым Конарова Бекзат Бақтығалиевна, Жақанша Досмағамбетов атындағы жоғары педагогикалық колледжінің педагогика және психология кафедрасының оқытушысы. Қош келдіңіздер. Құрметті психолог ханымдар, арулар, біздің бағдарламамызға. Бұл жерде енді еркін форматта YouTube каналымыздан шығатын болады. Сондықтан да еркін отырып әңгіме өрбітсеңіздер болады. Енді сіздерге ең алғашқы сұрақ. Жалпы Қазақстан әлемде суицид бойынша 20-шы орында тұр екен. Бұның себебі неге? Соңғы кезде көбейіп кетті ме әлде? Бұрын айтылмады ма? Негізі жалпы суицид ол бұрындары Қазақстан алғашқы бестікке кірді. Ал қазір өзіңіз айтып отырсыз ғой енді түскен деп. Бұл керісінше. Мен бұрын 5-ші орынға да кірген білмейді екенмін. 20-ші орынға. Қазір 20-ші орынға түскен. Жалпы біз, мысалы, мен өзімді айтсам, ауруханада жұмыс жасадым бірнеше жыл. Ауруханадағы жаңа психолог маман, ол көбінесе суицидентпен тікелей жұмыстанады. Мысалы, өз-өзіне қол жұмсаған адам ең бірінші медициналық көмек көрсеткенде ол ауруханаға түседі ғой. Сол кезде оның қасында міндетті түрде психолог оның жаңағы тексереді, қарайды, сөйлеседі, себебін анықтайды деген сияқты. Бұрындары сол Қазақстан алда болды. Қазір керісінше жұмыстанудың арқасында, сосын қазір мектептегі психологтар, бөлек медицинада психологтар, жалпы барлық психологтар белсенді жұмыстануда. Және олар тек қана сол оқу орында, мысалы, оқушылармен, мектептегі оқушылар, студенттермен ғана емес, ата-аналармен деген сияқты. Мен ойымша, бұл жалпы Қазақстанның суицидпен жұмыстанып келе жатыр. Бұрынғыға қараған кезде. Бұрын өте көп болды суицид. Мысалы, бір жылда бір аудан өзінде кемінде 15 аяқталған суицид болатын болды. Бір ауданның өзінде ме? Біздің облысымыздың? Облыстың бір аудан өзінде. Мысалы, кейбір аудандарда 7 суицид деген сияқты. Және ол аяқталған суицид. Ал аяқталмаған суицидтар, яғни өз-өзіне қол жұмсап тірі қалады ғой. Сондай, я болмаса медициналық қызметкерлердің арқасында деген сияқты. Ондай жағдайларды қоспағанда. Жалпы суицид дегеніміз не? Суицид бұл адамның саналы түрде өзінің өмірін тоқтату. Суицид ол, жалпы суицид туралы айтқан кезде бір нәрсені назар аударған жөн. Ол ең бірінші жаңағы күйзеліс деп айтамыз да, суицидтік ойлардан басталады. Осы жөнінде айтып кетейінші. Суицидтік ой дегеніміз ол міндетті түрде жаңағы суицидқа барады деген не емес, қалай айтсам екен, әрекет емес. Суицидтік ой ол барлығында болуы мүмкін. Дені сау адамның, мысалы, менде де болуы мүмкін, сізде де болуы мүмкін деген сияқты. Яғни ол бір проблемаға кезігеді ғой адам. Сол кезде содан жаңағы сондай бір кейде өмір сүргім келмей қалады деген сияқты, бір шаршап кеттім қатты деген сияқты сондай бір ойлар қалыптасады. Ол бірінші деңгейде, бірақ одан көбісі шығып кетеді. Өйткені ол қалыпты адам барлығында болатын бірінші жағдай. Ал осы жағдайда бірінші негізі психолог маманға жаңағы барған жөн. Ал егер де бұл жағдайдан жаңағы шалмай одан сайын уши беретін болса, ол суицидтік үрдіс деп айтамыз, ол процесске айналады. Суицидтік процесс дегеніміз адамның өзін-өзі қол жұмсауға әрекетіне жаңағы жоспарлау әрекетін. Яғни ол қалай жаңағы қалай жасасам екен, мысалы, дәрі алсам екен, я болмаса бір қару алсам екен. Яғни ол жоспарлайды, уақытын белгілейді, қоштасатын адамдармен қоштасады деген сияқты да. Бұл процесс. Одан кейін ол суицидтік әрекетке көшеді. Ең соңғы саты. Әрекет дегеніміз енді өзіңіз білесіз, нақты. Ол мысалы либо
асылып қаламын жіпке, либо секіріп кетемін деген сияқты әрекетке барады. Осындай процесстерден тұрады да, жалпы бұл әрекет адамның. Негізгі әрекетін түсіндіге, бұрын 5-ші орында болғанымызды, қазір 20-ші орынға түскенімізді де түсініп отырмыз. Оның өзі бір 15 саты, әлемде 200-ден астам ел бар, бірақ алдыңғы қатарда келе жатырғанымыз дұрыс емес секілді, өкінішті. Енді мен өзімнің сөзім айтып кетейін, жалпы психолог деген кім, сол сұраққа жауап беру өтейін. Психолог деген, яғни арнайы білімі бар, психология қолдауымен көмек көрсететін маман. Психолог ол сізді емдемейді. Көп жағдайда психолог пен психиатрдың жаңағы айырмашылығын білмей жататын адамдар кездеседі. Психолог мінез құлқы қалыпты адамдарды зерттеп онымен жұмыс жасаса, ал психиатр жаңағыдай мінез құлқы асқынған нормаға сыймайтын деп айтамыз ғой, сондай адамдармен жұмыс жасайды, және де олардың медициналық білімі бар адамдар болып табылады. Емдейді, яғни да. Психиатрлар емдейді. Және де енді осы жерде деректер бойынша айтып кетсем, жалпы жасөспірімдер арасындағы өз-өзіне қол жұмсау бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының дерегіне сүйенсек, жасөспірімдер арасында суицидтен Қазақстан әлемде 12-ші орында тұр. Ал статистикалық мәліметтерде біздің еліміздің, яғни өткен жылмен салыстырғанда, жеткіншектердің арасында 250-ге жуық суицидтік жағдай тіркелген, яғни 250-ге жуық жеткіншек өзінің қол жұмсауға ниеттенген. Оның ішінде 164 балаға жаңағыдай көмек көрсетілген болса, ал 84 бала өзінің өмірімен қоштасқан. Бұл жерде еліміздегі тіркелетін әрбір суицидтің 3-ші себебі көбіне ата-ана мен баланың арасындағы қарым-қатынас, олардың келіспеушілігі болып табылады. Сонымен қатар зерттеулерде мынадай нәтижелер көрінеді. Бұл мектеп оқушылары ғой? Неше жастан неше жасқа дейін? Жеткіншектер ғой енді. Негізі жеткіншек 13 жасқа дейін. Ал жасөспірім 13-тен 16 жас аралығында. Бұл суицидтің белсенді болатын шақтары. Жаңағыдай зерттеулерде айтады, жеткіншектердің арасында 12% адамдарды итермелейді жалғыздық сезімі. 10% адамдарда болады, яғни достарымен қарым-қатынастың үзілуі, және де 3% себеп болады екен оқу орнында қақтығыстар және де қаржылық жағдайды құраған. Сонымен қатар осы жерде суицид негізгі жалғыздық себептері дейсіз? Жалғыздық себептері, өмірден түңілу, өмірдің мәнін таба алмау деген сияқты. Бұл жерде негізі жалғыздық не үшін сезінеді? Жеткіншек бала ғой, енді ол жерде ата-ананың қолдауы аз болады да. Ата-ана егер үнемі одан барлық назар ата-ананың баласында болса, ол назардан тыс қалмайды, яғни ондай нәрсе ода болмайды. Психологиялық жағынан жалғызсырау деп айтып кетті ғой. Егер толықтай қолдау көрсетіп, мектептегі мұғалімдерде толыққанды оның көңілінде назар аударып барлығы жақсы болса, ондай ойға бармайды ол кісі, ол бала, оқушы. Бармайды дейсіз бе? Тек қана енді қазір өздеріңіз білесіздер, еліміздегі жағдайды, ата-аналар жұмыста болады ғой енді. Жалғыз болмау үшін достарымен араласып, жалғыздық дейтін вообще басқа нәрсе. Жалғыздық олай емес. Негізі қазіргі ата-аналардың көпшілігі өздерінің баласына көңіл бөлмейді ғой, шыны керек. Қазір сөйлесуден, баламен тілдесуден қалды, ата-ана жұмыстан келеді, олардың қолдарында телефон, баланың өмірінде де телефон, олар көп уақытын телефонға бөлгендіктен не істейді? Телефонды ашып қалғанда әдемі өмірді көреді, әдемі көзқарастарды көреді, әдемі бір көріністерді көреді, сол әдемі көріністер, әлеуметтік желіден. Себебі қазір адамның жақын досына айналған осы телефонмен әлеуметтік желілер шыны керек көп уақыты, яғни сонда өтеді. Осы әдемі көріністерді көре отырып, бала өзінің өмірімен салыстырады. Сөйтіп салыстыра келе, менде неге жоқ, мен неге ондай емес, осындай болып жатыр деген сияқты. Солай жасайды да, баланың өзінің самооценкасы түсе бастайды, тағысын тағы деген сияқты. Ал енді бұл жерде ата-ана өзінің бүкіл көңілін балаға бөлу керек. Баламен жаңағыдай тілдесу, мәміле жасау керек. Мәміле жасау дегеніміз не? Ол сырласу, сөйлесу, оның идеясын талқылау, онымен бірге отырып әңгіме айту деген сияқты. Сол кезде балада бәлкім жалғыздық сезімі деген сияқты, немесе өзін ортадан алшақтату деген сияқты сезімдер тумас еді. Отбасынан бастау керек дейсіз ғой? Ата-анамен арасындағы қарым-қатынас. Осыған қатысты мен тәжірибемде кездескен бір суициденттің жағдайын айтып берейін. Ол
жаңа жеткіншек деп айтып жатырмыз, ата-ананың қолдауы деген сияқты. Бізде бір оқиға болды, өкінішке орай аяқталған суицид. Ол бала асылып қалды, хат тастап кетті. Ол хат тастау негізі белгілерге жатады, сол суицидтің алдын ала белгілері болады ғой. Біреулер ауызша айтады, өлім келеді, шаршадым деп бір ұрыс-керіс кезінде мамасымен, ата-анасымен. Біреулер сол жанама түрде я болмаса сол артына қалдырып кетеді. Менің тәжірибемде 14 жасар оқушы, ер бала, хатын қараған кезде айтқан, жаңа қолдауға байланысты айтатын да, ата-ананың қолдауы жетіспеген деген. Хатында жазған, өзі үйдің үлкені, тұңғыш бала, одан кейін жалпы үйінде 5 бала, одан кейін шатыспасам 2 інісі қарындастар болды. Жазған, мен кешіріңдер, мен мына өмірден жаңағы шаршадым. Мен осыдан кейін папа сен бақытты боласың, мама сен бақытты болсын. Қарындасын айтады жаңағы еркелетіп атын. Ол сендердің жекеменшік қыздарың болады, менен бәрін құтыласыңдар. Папа сен әуелде мені солай боқтайтын едің ғой, балағаттайтын едің ғой деген сияқты. Енді балағаттамайсың, жақсы адам боласың, мамамен ұрыспайсың. Сосын енді ауылда тұрады олар. Қорадағы осындай нелердің бәрін өзін жасайтын боласың. Жалпы бұл хатта нені көруге болады? Ол жаңағы ата-ананың бірінші жаңа внимание деп айтамыз ғой. Назары жетіспеген, көрдіңіз бе? Оны үнемі ауылда, бәрімізде ауылда өстік қой. Үйдің үлкені болғасын жұмсайды, бар қорадағы жаңағы малды қара деген сияқты. Демек, бұл үнемі солай жұмсаған, және де одан кейінгі қарындастарына барлық ата-ананың назары сонда болған, жаңағы ақылды, осы қызым осылай деген сияқты. Ана хатта ұзақ кәдімгі оқысаңыз, енді бізге береді, біз жұмыстанамыз ғой. Сонда деген байқасаңыз, ата-ана баланы, бала ол ата-ананың аманаты. Ол барлығы дүние алып келгесін, барлығына бірдей қарау керек. Осыны көбісі жаңағыдай кішісіне көп внимание бөлініп кетеді, ортаншысы қараусыз қалады деген сияқты. Осының дәлелі де бұл жерде жаңағыдай мен кеткен кезде рахаттанып орталарында жатады деген сияқты. Сондай қарапайым тілмен барлығын жазған, бір 2 бет А4 форматта жазып кеткен. Осыны қарасаңыз, мектептегі бір нелерін жазған, сол осыға үнемі ұрсатын еді, жақсы болды, мен кеткеннен кейін жаңағыдай ұрыспайтын болды деген сияқты, сондай нәрселерді жазған. Яғни бұл жерде сол адам жаңағы жалпы 13-14 жас ол баланың нағыз қалыптасатын уақыты. Қалыптасу кезінде ол барлық жағынан күтеді сондайды. Мысалы, былай сыртынан қарасаңыз, енді ақыл тоқтатқан адам ретінде, ересек ретінде, ол енді ондай нәрсе көңіл күйді түсіретіндей жағдай емес қой, бірақ қалыптасу жағына оның барлығы сондай кішкентай нәрсеге мән береді. Қалыптасып жатқан шағын. Ауыр, мысалы, бір дүкеннен бір тәттак білесіз, менде жегім келеді деп отырасың ғой, саған емес, қарындастарына береді, ініне береді. Я болмаса сол кезде айту керек, балам, олар кішкентай ғой, мысалы осы жолы берек, сосын саған бөлек алып беремін деген сияқты. Ондай нәрсе жоқ та отбасында. Мәміле дейсіз ғой? Мәміле, байланыс жоқ. Сондықтан осындай жағдайлар енді жаңағы көп деп болып жатады. Көп сөйлесу керек сондай. Иә, барлығына бірдей қарау керек қой, барлығына. Мысалы, сол кішкентайдың жылап қалады десеңіз, оның көзінше емес, артынан сен үлкенсің ғой, сен біздің үйдің ақылдысысың деген сияқты сондай бір нәрселерді еркелетіп, ана да, әке де мейірімділік, махаббатын бөлу керек ол жерде. Бірақ әрбір бала негізі сезет, сен расымен де оған шын айтып тұрсың ба, әлде өтірік айтып тұрсың ба? Кейде болады бір мимолетный тек қана көңіл бөлеміз де, қалған уақытта басқаға көңіліміз бөлініп кететін сәттер. Сол кезде әрбір бала, ол жеткіншек болсын, жасөспірім болсын, бейсаналы түрде ол сезет. Расымен де маған қаншақты осы кісі болысып тұр, қаншақты осы кісінің көңілі шынайы деген сияқты. Және ол жинала береді да балада. Жаңағыдай уақытта дейсіз, қалыптаса тұрған уақытта. Негізі жаңағы 12-ші орында деп тұрсыздар, өз-өзіне қол жұмсау жасөспірімдер арасында көбіне кездеседі. Себептерінің бірі осындай. Ал жалпы мектеп бағдарламаларында бар ма? Оқушылармен жұмыс жасау? Иә, олардың өздерінің психологтары бар ғой. Әрбір мектепте болады ғой? Әрбір мектепте психолог бар. Олар және бастауыш, жасөспірім деп бөлінеді.
жасөспірімдіктер тек қана солармен жұмыстанады. Арнайы олардың әдістемелері болады, бөлек тренингтар бар, ата-анамен жұмыс бар, жаңағы ата-ана мен баланың арасында махаббатты жаңағы одан сайын назарсыз қалмау үшін деген сияқты дамытатын сондай әртүрлі шаралар бар, және олар солармен жұмыстанады. Жаңа осы хатты талап кететін болсақ, жаңа айтып тұр, балаға көңіл керек деп, сонымен қатар енді психология айтамыз ғой, жертва состояние деп айтамыз ғой, немесе көбіне осы суицид болады адамның өмірінен мәні кеткенде, адам өзінің өмірінің мәнін таба алмағанда, жаңағыдай осындай жағдайлар көп болып жатады. Немесе рухани жағымен де байланыстыруға болады оны. Сонымен қатар жалпы әрбір ол жеткіншек болсын, ол жасөспірім болсын, ол жас болсын, өзіне сұрақ қою керек, мен не үшін өмір сүремін, немесе мен үшін өмірдің мәні не деген. Мен қазір өзім осы, яғни жасөспірімдердің арасында жүргенде сабақ беру барысында көбіне студенттерме осындай жалпы руханилық жаққа, психологиялық жағынан жақсы бір әңгімелерді өрбітуге тырысамын, алайда суицид деген осындай болады деп нақты бір айтпаймын. Қазіргі жастардың негізі көзқарасы өте жақсы, оларда да кішкене психологиялық білім оларда жинақталып келе жатыр. Кейде психология сабағында менен сұрайды ғой, самооценка деген не, возвышенный самооценка деген не деп балдар, екінші курстың балдары мысалы менен сұрап отырады. Сол кезде мен жайлап қана оларға уақыт беру арқылы олар өздеріне уже түсініп, және де өздеріне жаңағыдай мінездеме жасай бастайды. Енді осы орайда бір практикалық жаттығу жүргізгім келіп отыр. Енді сіздерге қояйын сұрақты. Яғни мынадай сұрақ. Бірінші сұрақ, сіз үшін өмірдің мәні не? Екінші сұрақ, егер сізге 3 ай қалды десе, сіз не істер едіңіз? Үшінші сұрақ, осы өмірдің соншалықты бір құнды екенін қандай 3 сөзбен айтар едіңіздер? Сіздер осы сұраққа қалай жауап бере алатын едіңіздер? Көрермендерден көмегі елу-елу дейтін бар ма? Бізде подкаст еді негізі. Осы сұрақ төңірегінде менде өткенде студенттерге сұрақты қойған болатынмын, сол кезде студенттердің яғни жауаптары өте таңғаларлық болды. Маған алғаш сұрақ осы 3 сұрақты қойған кезде мүмкін мен басқа бір жауапты айтсам, студенттердің жауабы сондай бір жоғары деңгейде болды. Бұл 3 сұрақтың негізі дұрыс немесе бұрыс деген жауабы жоқ. Тек қана адам өзінің ішкі халін, яғни ішіндегі сырын білдіре алады, ішінде кейпін білдіре алады. Және де студенттердің жауаптары мен үшін таңғаларлық жағдай болды. Көбіне осы суицидке апаратын жағдайлар, яғни жаңағы ортамен қарым-қатынас, ата-анамен қарым-қатынас деп жатамыз ғой. Қазіргі таңда қыздардың арасында ұзын тырнақ жасататын көп болып кетті ғой, білеміз. Студенттердің арасында да болады, қоғамдық көліктерде де болып жатады. Ұзын тырнақ жасалады, оны қап-қара түске немесе жап-жасыл, қып-қызыл, көк қылып бояп алады, Оның өзі де психологиялық сипаттағанда, яғни одағы адамның ішкі агрессиясын, ішкі күйін білдіреді. Демек, оның ұзын тырнақтары ол агрессия шашты және маған тиіспей деп уже қорғаныш сезімін білдіріп тұрды. Баладағы қыздарда кездеседі ғой. Мүмкін ол агрессия оның ішінде мүмкін ата-анасымен қарым-қатынасында шығар, немесе достарымен қарым-қатынасында шығар, мүмкін өзінің жаңағы өмірін яғни өмірден таба алмай жүргесінде болуы мүмкін. Көп жағдайда қыздар ұзын тырнақтарға өте қатты мән бере қоймайды. Олар үшін ол андай мода сияқты көрінеді. Ал енді біздер психологтар көп жағдайда қарым-қатынасқа түскен кезде сондай бір қарап бақылап отырамыз ғой, әрекетке мән беріп, сол кезде көбіне жаңағыдай осы ұзын тырнақтар негізі адамдағы агрессивтікті, мазасыздықты, ызаны білдіреді. Қатты айттыңыз. Ұзын тырнақтар қарап жүретін болдық енді. Жаңа сіздер айтып қалдыңыздар да, мысалға суицидтің басында ойлайды, сосын процесс болады, сосын іске көшеді деп те, әрекеті. Мысалға, ол адам айтпайды ғой, ешкімге жасайын деп жүрген, мен процесте жүрмін деп. Оны қалай білуге? Білуге болады. Негізі 4 факторға назар аударған жөн. Жаңа алдымызға, мысалы, мен сізді сөйлесіп отырып, сондай әрекет бар ма, оны білуге болады. Ол бірінші жаңағы 4 фактор деп айттым ғой. Бірінші белгілері, екінші триггерлер деп айтамыз. Соған әсер етуші. Белгілері қандай? Белгілері әртүрлі. Мысалы, мен сізді зерттейтін болсам, сіздің жұмыс орныңызда
отбасыңыздан сұхбат аламын да, әрекетіңізді, мысалы белгілері тікелей болуы мүмкін, жанама болуы мүмкін. Жанама дегендер сіз отбасымен жаңағы бәрімен сөйлесесіз де? Иә. Бір жағынан. Енді ол келіп тұр алдымызға, ол суицид жасап жоқ, тұрған ол сізге айтпайды ғой, мысалы мен жасайын деп жүрмін деп те. Оның әрекеттерінен білуге болады. Мысалы, сыныпта да 20 бала бар дедік те. Соның ішінен білуге бола ма? Сөйлескен кезде. Бәрімен сөйлесіп шығасыздар да? Әрине, сосын сөйлесіп осы мысалы бір тақырыпты талдасақ, әркім ойын білдіреді ғой, сол арқылы білуге болады. Мысалы, жанама әдістер деген бар. Мысалы, біреу айтып қалуы мүмкін, мысалы, әлеуметтік желіде барлығы ондай емес қой деп бастайды да. Өмірдің жаңағы бақытты болу негізі барлығы сондай шалқып өмір сүріп бақытты бола алмайсың ғой деген сияқты айтады. Ол уже белгісі. Бақытты бола алмайсың. Үнемі бірдеңе шығады, я болмаса ата-анаң саған байланады, бір нәрсе жасасан, я болмаса достарың деген сияқты. Жоқ, оны айтып қою мүмкін да, жасөспірімдер, жаңа балалар да, сіз барып әрбірінен сұхбат алғанда жаңа барлығына бірдей сұрақ қойғанда, ой, олай емес қой деп айтып қалуы мүмкін да, оны сезіп қалуы мүмкінсің жасөспірімдердің психологиясынан да. Ал ересек адамдардан қалай? Ересек адамдар ондай айтпайды. Ересек адамдар негізі айтып тұрмын, кез келген адаммен жеке сөйлескен кезде, ол сенен қанша алшақтаса да бәрі де білуге болады. Оның триггерлар деген бар. Триггерлар деген, яғни кедергілер ғой, соған қалай айтсам екен, сол жағдайды итермелейтін факторлар. Олардың бөлек тізімдері бар. Триггерларға мысалы қаржылық, жаңағы айтты ғой, қаржылық, қалай айтсам екен, қаржы жетіспеушілік па? Қаржылық мәселе, ұзақ ауру, қарыздар, жалпы қаржылық жеке, я болмаса отбасынан. Одан кейін ауру бар жаңағы. Я болмаса ауруды, яғни ауырмауы да мүмкін да ол адам. Жалпы тізім бар, белгілі бір. Оны психологтар біледі, триггерлар. Екінші, қауіп-қатер тобында ма ол адам? Қауіп-қатер фактор деген, яғни отбасында бұрын сонда болған суицидтар, я болмаса сол адамның бұрыннан сол бала тұйық болуы мүмкін, өзінің бұрын сондай әрекеттерге барған болуы мүмкін деген сияқты. Және де ең қызықты нәрсе, фактор ол қорғаныс факторлары. Қорғаныс деген, мысалы сіз үнемі достарыңызға қамқор жасайсыз, жұмыста белсенді боласыз, басқа адамдарға кеңес айтасыз. Сондай бір факторлар бар, соның бәрін жинап білуге болады. Ол негізі кіммен әңгіме соғады, осыған қалай етті де, барлығынан ақпарат жинап сөйтіп. Мысалы, мынандай оқиға болды, тоже аяқталған суицид, қайтыс болған бала. Ол активист болған, барлық жаңа шараларда бірінші рет жүргізуші қылады, бір болады ғой, бүкіл группада. Неде болса осы балаға керек, бәрін алып шығады мықты. Отбасында да солай, достарында да бір нәрсе айтқан кезде, давайте мында идея бар деген сияқты, сондай бір белсенді бала осылай шауып жүреді де асылып қалды. Көрдіңіз бе, қорғаныс факторы. Оның әрбір жаңағы негізі психологтардың өзінің фишкалары бар деп айтады ғой. Қорғаныс факторы қалай? Қорғаныс фактор жаңа айттым, 4 фактордың соңғысы қорғаныс фактор деген, сол өзі белсенді болу. Біздің көрермендерге түсінікті қылып айтсаңызшы, терминдармен емес те. Қалай? Қорғаныс фактор деген ол тым жаңағы барлығына былайша айтқан кезде қамқор болады. Ортасында алды болады, біреуге жаңағы бір нәрсе сұрасынан бірден көмек береді. Яғни жоқ деп айта алмайтын сондай адамдарда. Олар сондай жағынан әрине кездеседі. Мысалы, тұйық жаңағы үнемі сондай бір баланың өзінде де қорғаныс факторы болады кейбір әрекеттерінен. Сен оны жұмыстан қасында зерттейсің ғой. Жоқ, енді жаңағы активист балалар жалпы өмірге деген құлшыныстары мықты болады ғой, көр жоқ қой, талай балаларды жаңа сіз айтып отырған қалай түсіп кеткенін білмейді, сол депрессияға. Оның жаңа 4 факторды келтірдім ғой, соның барлығына 4 жақ көзқараста болып, барлығын зерттеу керексің бір адаммен. Мысалы, кез келген психологқа барсаңыз, сондай мәселемен баратын болса, ол бір сөйлескеннен шешілмейді ғой. Ол бәрін зерттейді, қарайды, жаңағы триггерларын зерттейді деген сияқты. Содан нәтиже шығарасың қорытынды. Сондықтан ол сіз ойлап қалмаңыз, жаңағы суицидқа баратын, ол міндетті түрде шеттетіліп қалған, көп сөйлемейтін, араласпайтын олай емес. Даже әншілердің өзінде де білесіз, суицидтар болып жатыр. Бір Шаншарда ма ойнайтын бір актер бар ғой. Өте көңілді жүреді, былай қарасаңыз. Ол да суицид болған, жолдасы барып асылып жатқан жерінен ұстап қалғанда,
Шымкент шығар. Иә, көрген секілді. Факторлары бар өзінің. Негізі айта кетейін, суицид кейде қорқыту мақсатында болады, иә. Мен бұны жасамаймын деп жай ғана қорқытам, яғни суицид бірінші белгісі назар аударту ғой. Енді маған қарандаршы деп ол шырылдап жатыр, бірақ оған қарайтын адам жоқ та айналасында, бәрі әркімнің өзінің шаруасымен шырылдап жүр. Ол бала бір жасауы мүмкін, яғни адамның басқаның назарын өзіне аударту үшін жасады, демек ол нәрсе болды, иә, бірақ ол аман қалды. Ол қорқыту мақсатында. Ал біреулер қорқытам деп тұрып, расымен де кетіп қалуы мүмкін сол жерде. Мысалы, тамырым десе ма, кездейсоқ, иә, әлде секіріп кете ма. Жалпы менің ойымша суицид болады, үлкен адамдарда да болып жатады ғой, иә. Көбінесе жастардың арасында да, бірақ та осы суицидті жасайтындар, хотя үлкен адам болса да, 40-тағы адам болса да, бейсаналы түрде олар әлі бала кейпіндегі балалар, түсініп тұрсыздар ма? Бала кейпіндегі балалар, мысалы 3 жастағы, 2 жастағы бала өзіне жауапкершілік алмайды ғой. Оған бәрібір, ол қалған нәрсені шашады, қалған нәрсені жейді. Сол сияқты 40-тағы адамда жаңағыда 2 жасар баланың кейпінде болып, ол өзіне суицид жасауы мүмкін, түсініп тұрсыз ба? Сондықтан суицид ол жас талғамайды, ол уақытты талғамайды. Мен жасаймын деп те жасамауы мүмкін. Бірақ та ол көбіне жаңағыдай өмірден өзінің орнын көрмеген кезде, мәнін жоғалтып алған кезде орын алады. Біреуді қорқытамын деп қайғылы жағдаймен аяқталып жатады дейсіздер ғой. Сіздерге жалпы келе ме? Суицид жасағым келіп жүр. Келе ме? Ондай болды ма? Тәжірибелеріңізде? Айтып отырсыз ғой тәжірибелеріңізде. Жалпы жасағым келеді дегендерден бөлек, аяқталған барлығыдан бөлек, мен шаршап жүрмін, кейде маған расымен осындай ой келеді, не істесем екен деген сияқты. Сондай келе ме емес, олар үнемі болады. Я үнемі тіпті жақын адамдардың арасында да болуы мүмкін. Кейде сондай ой болды, өзімді баламды есіме алдым да, өзімді жинап алдым деген сияқты адамдар бар да. Баламды есіме түсірдім де, мен кетсем жалғыз қалады ғой деп, сол жерде есімді жинап алдым деген сияқты. Ондайлар енді негізі сондай жағдай болса, ой болса, ұялмай маманға бару керек негізі. Таныстарым арасында да бар. Психолог болғасын жазады ғой, былай, сенен былай маман ретінде сұрайыншы деп, әзілдеп, сөйтіп. Мен соңғыда жаңағы осындай адамдармен келісе алмай жүрмін, еще отбасымда осындай болып жатыр. Шынымды айтсам, шаршап кеттім деп сөйлесіп жатыр да, қатты жылап жүрді да, бірден эмоциясын шығарып жүрді. Соны бәрін айтып болды да, бірақ ешкімге айтпашы да, мен психологқа келіп отырғанмын деп. Сондай бір көзқарас қалыптасқанда адамда, андай психолог десе, ойлайды, андай психикалық бір ауытқу бар ма, сондай мен барсам, мен жаңағыдай ауырып жүрмін ба деген сияқты. Ондай емес, психолог уже бізде елімізде сондай ғой менталитет та, психологқа барған. Бірақ қазірде негізі қазір жеткіншек болсын, жасөспірім жастар болсын, үлкен азаматтар болсын, апайлар ағалар болсын, психологқа қаралу деген мәселеге оң көзқарас танытып келе жатыр. Менің өзімнің тәжірибемде болды, қазір мен көбіне осы жасөспірімдер психологиясымен зерттеймін, және де отбасы психологиясын зерттеймін. Бірақ соңғы 2 жұмада маған отбасы психологиясы келді, яғни отбасы ажырасайын деп тұр, ортада зардап шегетін кім? Бала не әкесіне кетерін білмейді, не әжесіне кетерін білмейді, әкесіне не анасына кетерін, екі ортада қалады бала. Сол кезде баланың психикасы бұзылады. Ал кезде біздер тек қана баланы емес, бұл жерге баланың тәрбиесіне қатысатын анасында, әкесінде, әжесінде барлығымен де зерттеп, олармен, яғни әңгімелесу жүргізу, жұмыстану барысында ғана оларға белгілі бір жаңағыдай ұсыныстар бере аламыз. Біздер оларға дәрі жазып беріп, немесе сен осындайсың дей алмаймыз. Кейде өзіміздің сіздер бәрін жинап емдейді екенсіздер ғой. Түгел жұмыстасын, несінде. Себеп бір нәрседен шықпайды. Себеп мүмкін жаңағыдай ол ата-анасында, немесе тек қана әкесінен болуы мүмкін, тек қана анасынан болуы деген сияқты. Біздер барлығын қарым-қатынасын зерттейміз. Бұл жерде барлығымен сөйлесу өте маңызды болып табылады. Кейде жаңағыдай мысалы достардың арасынан жиынға барғанда, сен психологсың ғой, мен туралы бәрін айтып беретін шығарсың, дейді да. Расымен де. Мен бірінші бәрімен сөйлесе алу керекпін деп. Достарыңмен, жұмыстастарыңмен сөйлесе алайын, сосын айтып беремін деп. Ол негізі көріпкел емес психолог. Психолог пен баланың я болмаса ата-ананың арасында қалай? Мысалы, біздер оларға сұрақ қою арқылы біз оның ішіндегі ішкі халін біле аламыз. Біз оған диагноз, міне сенің бүйрегің ауырады екен, міне сенің жүрегің ауырады екен деп айта алмаймыз, түсініп тұрсыз ба? Сол сияқты бір көрген адамды сразу екі ақпет оған мінездеме жазып беру де мүмкін емес. Кейбір ортаға барғанда адамдар андай жабылып қалады да, қазір мен артық бірден істеймін, мен бір қояды менің минусымды дейді да. Хотя біз оның минусын, ол жерге біз оның минусын көру үшін келген жоқпыз. Ол дағы бар минус, менде де болуы мүмкін, себебі біз бәріміз мінсіз емеспіз ғой енді.
сондықтан үндемейді, жақсы қырын осылай тынып отырып жақсы деп андай сондай бір күшті рөлді сомдап отырады да. Мүмкін ол жаңа айтады ғой қазақта, иә, сырты бүтін іші түтін деген сияқты. Мүмкін ішінде де оны бір айқайлап тұрған шығар деген сияқты. Кей жағдайда мысалы базарға бірдеңе алуға барамыз ғой, сол кезде мысалы сатушылар қатты агрессивдік танытып жатады да. Көп жағдайда болады ғой, сен бірдеңе сұрайсың, ол саған қатты жауап беруі мүмкін, немесе қатты айқайлауы мүмкін деген сияқты. Сол кезде де мен уже байқай бастаймын да. Тоқтаңыз, апай, мен психологпын дейсіз бе? Жоқ, ол кісінің ішінде, ол неге айқайлап жатыр? Знаете, ол кісінің ішінде бір мазасыздық бар. Сол себепті ол қалайда сол айқаймен шығару керек. Мә, алмасаң алма деген сияқты мысалы, иә, барсаң бара бер деген сияқты. Кейде бір базарда сондай бір айқайлар болып. Жеңілдік болады дейді ғой айқайлағанда. Иә. Негізі зердегүл екеуміздің екеумізде психолог болғанымызда бағытымыз өзгеше, көріп тұрсыз ба? Ол бағытымыз өзгеше деген, ол көбіне жаңағыдай суицид жасаған балалармен немесе үлкен кісілермен жұмыс жасайды ғой, иә. Ал мен кіммен жұмыс жасаймын? Мен жаңағыдай жасөспірімдермен, суицид жасамайтын жасөспірімдермен жұмыс жасаймын. Полициялармен жұмыс жасайды, психиатрмен жұмыс жасайды, үшеуі бірге барады. Отбасы психологиясымен айналысамын. Тіпті бұл жерде жеткіншектердің психологы бөлек болуы мүмкін, отбасы психолог болуы мүмкін, қарттардың психологтары бөлек болады, мүлдем бөлек, жалпы психологтардың бағыттары әртүрлі болады. Екеуміз бір психолог болғанымызда, екеуміздің бағытымыз қазіргі таңда мүлдем екі бөлек болып отыр. Сондықтан да екеуміздің айтатын әңгімеміз екі бөлек. Ана полициялар сияқты ғой да, дорожный полиция деген сияқты, не күзет полициясы деген сияқты психологтардың іштерінде бөлінесіздер. Түсінікті. Әңгімелеріңізден де түсініп отырық бөлектеу екендеріңізді. Енді мынандай ақпарат оқып қалдым да жақында. Қазақстанда осы жылдың басынан бері 120-дан астам ер адам, 20-дан астам әйел адам өз-өзіне қол жұмсаған. Неге ер адамның суициді көп? Негізі ер адамдар суицидқа жаңа ойлап жүреді ғой. Жаңа суицидқа ойлау деп айттық қой процесі. Сол кезде олар ойлайды, бірақ шешім тұрақты қабылдамайды. Оған итермелейтін көбінесе жаңағы алкоголь, зиянды заттарда, соны көбінесе аяқталған суицид ер адамдарда, сол жаңа спиртной ішкендіктен, сондай бір фактордың көмектескенінен болады. Жаңа кездейсоқ суицид, иә. Сондай бұрыннан ойлап жүреді, бірақ олар жаңа ішкен кезде бірден жаңа сол әрекет жасайды. Менің тәжірибемде ер адамдарда аяқталған суицидтің бәрінде сол спиртной ішімдік қолданғаннан. Олар жаңа бұрыннан ойлап жүрген, сол қиналып жүрген ойды ішімдік екі есеге арттырып жүреді. Ол көзі көрмейді, бірден жаңағы ішіп жатқан кезде мысалы жолдасына ренжіп жүрме, кімге ренжіп, сол шығып қалса, бәрі есіне түседі де, сразу жаңа әрекетке көшеді. Жауапсыз махаббат бар. Бір жылдары бізде аяқталған 10 суицидтің 4-еуі ер бала болды. 4-еуі де үйленбеген, бәрі бір-бірін танымайды басқа жерлерден да. Бірақ жаңағы причина деп айтамыз, ол себебі суицидтің аяқталмаған махаббат, жаңағы үйленгісі келіп жүрген, бірақ қызымен ұрысып қалған, не болмаса бір жағдай болған деген сияқты. Содан жаңағыдай ішетте бәрі. Мас күйінде көбіне болады дейсіз ғой, өз-өзіне қол жұмсау. Ал әйел адам ол бірден ішіп кетпейді ғой. Ер адам ол негізі қолданатын осындай заттарды бірінші кезекте. Сондықтан ол менің ойымша ер адамның жаңағы ол үнемі жігіттермен кездеседі, бөлек отырады деген сияқты. Енді бұл тек қана мас күйінде емес, енді ер адамның жауапкершілігінің көптігінен де болады шығар. Олар көбінесе тұйық болып келеді. Иә, тұйық болады да, сосын олар жауапкершілік аздығынан емес. Мысалы, ер адамға көп жауапкершілік арттырылған ғой, отбасылық өмірде. Пайда табу да, жаңағы отбасын асырау. Енді сол түзде жүретін адам, енді шаруалары шешілмей, қарызға белшесінен батып, құмар ойындар ойнау мүмкін да. Былай естіп жатырмыз ғой өмірлерді. Иә, жолдасы оған айтуы мүмкін да, не істеп жүрсің, бізде осындай проблема болып жатыр ғой деп. Соның бәрі жинала береді да. Мысалы, әйел адам ол жылайды, эмоциясын шығарады. Я болмаса ол мамасын айтуы мүмкін, ол деген досын айтуы мүмкін, ол тіпті психологқа баруы мүмкін өзі. Да, әйел адамдар ол барады ғой. Қалай айтайын, ер адам одан тұйық болады. Ондай әрекеттерге көп бармайды. Мысалы, былай қарапайым балдармен бір жиналған кезде мен психологқа барып жүрмін деп айтпайсыздар ғой. Дәл сондай да. Ер адам бәрін ішке жинайды. Сосын ішке жинайды да, барлығы жиналып сондай әрекеттерге апаруға оған әсер етеді. Немесе жаңағыдай ғой, мысалы ер адамдар
мүмкін өмірден түңіліп кетті және де бала кейпінде қалады бейсаналы түрде. Сол себепті өздеріне жауапкершілік, сол кезде жауапкершілік сезінбегендіктен де олар сондай суицидті бір жеңіл ретінде қабылдайды. Сол мәселенің шешімі деп көреді олар. Қабылдайды, иә. Енді бұны қалай алдын аламыз? Қалай істеуге болады? Сіздер маман ретінде не айтасыздар? Жалпы бұның алдын алу үшін әрбір бала, яғни жас болсын ол, иә, жеткіншек болсын, жасөспірім болсын, ең алдымен өзінің орнын осы қоғамнан табу керек. Оның бос уақыты болмау керек, иә, бос уақыт болмау деген не? Яғни жаман ой ойлауға оның бос уақыты болмау керек. Үйірмеге бару, мысалы, спорт секцияға бару, иә, қазір неше түрлісі бар. Немесе қоғамдық жұмыстармен айналысу, волонтерство деген сияқты. Қазір көбіне бізде жастардың бос уақыты көпті, олар не істейді? Сол бос уақыт көп болғандықтан да оларға жаман ойлар тез келеді. Жаман ойлар негізі өмірде жалпы мақсаты жоқ адамдарға, жоспар жоқ адамдарға жаман ойлар үнемі келіп тұрады екен. Минут сайын, даже секунд сайын да. Уақыт көп болса, енді көп нәрсені ойлай бересің. Енді шаруаң болса. Сондықтан, мысалы, өз өмірін жаңағыдай, мүмкін ол сурет салғысы келетін шығар, иә, жаңағыдай сурет үйірмесіне бару, немесе сондай бір ортаны қалыптастыру, ортаны тауып алу, я болмаса шахматқа бару, немесе бір көмектесу өзге бір адамдарға, немесе кітапханаға бару деген сияқты. Қазір көбіне кітапханаға да өзінің ыңғайымен, жаңағыдай бос уақытын, ең маңызы бос уақытын тиімді пайдалану, немесе жаңағыдай ата-анасына көмектесу, әжесіне көмектесу деген сияқты. Бос уақытты тиімді пайдаланса, өмірден өз орнын тапса, жаман ой ойламаса, ода, яғни басқа суицидке баратын ода себеп болмайды. Және отбасында гармония болу керек. Отбасы, мысалы, бір-біріне махаббат беру керек. Ол жұбайына болсын, балаларына болсын, ата-анасына болсын. Отбасында гармония болса, тең үйлесімде болса, ондай жағдайлар кикілжің де аз болады, артық ой ойлау деген нәрселер болмайды да. Ата-ана баласына махаббатын берсе, жұбайы жолдасына махаббатын берсе деген сияқты. Жұмысқа барып келіп, одан келген кезде сол барлығын бір қалыпта ұстау керек. Егер ол үнемі жұмысшыл болып кетсе, ол отбасымен байланыс болмай қалады. Үйге келген кезде мына жақтан проблема болады, одан шығып қайтадан жұмысқа барғанда солай туындайды ғой, бүткіл проблеманың барлығы баратын әрекеттер деген сияқты. Сондықтан жаңа айтқандай, Бекзат барлық бос уақытын тиімді өткізу керек, барлығын гармонияда ұстау керек, және де саналы түрде әрекет жасау керек. Сен жасөспірім болсын, ересек болсын, енді сен өзің білесің ғой, қандай әрекеттер жасайсың, өмірде барлығында проблема кездеседі, және оның барлығы да жеңеді. Сондай деңгейде келеді да оған проблема. Соны саналы түрде түсіну керек біз барлығымызды. Сіздердің әңгімелеріңіз бойынша мәміледе болу керек та? Және сөйлесіп, бір-бірімен. Және түсіну керек. Кез келген проблеманың шешімі болады. Ол міндетті түрде болады. Біздер бір сөздеріңізді айтып қалдыңыздар. Елімізде психологқа көп ешкім келмейді. Соңғы уақытта ағаларым, Бекзат ханым айтты, ағаларымыз, апаларымыз психологтың көмегіне жүгінеді деп. Жалпы бізде жетерлік па? Психологтардың саны қанша? Негізі облыста психологтар именно суицидпен айналысатын негізі кәсіби психологтар жоқ. Ауруханада клинический психолог дейді ғой. Олардығы негізі барлығы педагог психологтар жұмыс жасап отқан. Клиникалық психолог ол бөлек сала, оны тереңдетіп оқу керек. Осыған осындай психологтардың аздығына байланысты оларды оқыту мақсатында біз осы жылы Қазақстан Республикасының ақш елшілігінің қолдауымен Жас Суппорт деген қоғамдық қор психологтардың, Қазақстанда психологтарды жастардың суицидін алдын алу мақсатында оқытқан болатын жоба аясында. Осы Батыс Қазақстан облысынан 10 психолог оқыдық. Оның ішінде Бекзат ханым да бар, мен де бармын. Ол жерде Америкада, ақшта кеңінен қолданылатын бір американдық әдістеме бар. Жастармен суицидтің алдын алу бойынша өте кең таралған екен сол жақта. Соны оқытты. Яғни оқытқан кезде оның мақсаты вахтер дайындау. Вахтер дегеніміз кез келген адаммен сөйлесу кезінде ода суицид деңгейі бар ма, және онымен сен анықтай аласың. Мысалы, мен сізге соны оқытсам, сіз сол вахтер болып шығасыз, дайындалып. Кез келген адаммен сөйлескен кезде қандай деңгейде бар екен бәрін біліп отырасың. Осыны әдістеме оқыдық. Және де бұны негізі барлық психологтарға оқыту керек. Яғни айтқым келгені психологтар. Бұл жаңа сатысы, психология. Бұл нені білдіреді? Жалпы Қазақстанда психологтар осы салада аз дегенді білдіреді ғой.
Сондықтан әртүрлі жаңа жобалар осыған байланысты жүзеге асып жатыр оқыту мақсатында. Әсіресе негізі мектеп психологтарын көптеп оқыту керек осы салада. Өйткені ол себептерін анықтай алмай қалса, ол бәрі кеш болады да сонан. Жалпы осы оқу 3 айға жоспарланған. Біздер 10 шақты адам осы колледж оқытушыларынан алды. Колледж психологтар оқыған болатынбыз. Яғни ол 10 адам бізді оқытады. Біз 10 адам өзіміздің, яғни теориялық және практикалық тәжірибемізді ала отырып, өзіміз бөлек 10 адамды оқыта аламыз. Оны вахтер деп айтады. Иә, оны вахтер деп атайды. Негізі біздерге ұсыныс түсті өзге мамандарды оқытуға, иә, алайда біздер қазір әрқайсымыздың жұмысымыз болғандықтан біздер қазір негізі маған ұсыныстар түсті оқытуға. Әлі жоспарланған жоқ. Сіздер жаңа 10 адам ары қарай оқытып енді алып келген білімдеріңізді. Басында айттым ғой, психологтардың өзінің бір әдістемелері бар деп. Сөйлескен кезде қалай анықтауға болады деп. Ол жерде осылай деп негізі нақты айта алмаймыз. Ол жаңағыдай ұзақ процесс, толықтай түсіну керексіз. Сосын барып, оқып білгеннен кейін барып, осылай ғой деген сияқты. Мысалы, сізді шақырамыз оқуға. Мен сізді дайындай аламын, мысалы, вахтер ретінде. Сонда сіз кез келген адаммен сөйлесіп отқан кезде уже байқайсыз. Жаңағы анда үйрететін өздерінің әдістері бар. Сол арқылы. Одан бөлек қазір мысалы 3-4 курстың студенттері интернеттен, жалпы Инстаграм әлемінен бәлкім, мүмкін Фейсбуктан жалпы психологияға деген қызығушылықтары оларда бар. Енді мен оларға педагогика, психология пәндерін беремін ғой. Сол кезде олар сұрақ қояды, жаңағыдай, демек менде осындай жағдай болып тұр ғой, деп олар өздеріне жаңағыдай анықтама бере алады да. Сонда айтады, егер біз осы әдістемені қолдансақ қалай болады екен деген сияқты. Кейде сабақ беру барысында мен оларға теориялық біліммен қатар практикалық білімді, яғни сауалнама өткізу, негізгі психологтың негізгі қаруы тесттар, сауалнамалар, жеке сөйлесулер. Осы яғни әдістемелерді қолдана отырып біздер яғни балаға диагностика жасаймыз. Сол кезде балалар қазіргі таңдағы жастар кішкене психология қызығушылықтары жақсырақ қызығушылықтар. Осы кезде бір айтып кететінім бар, да? Қазір соңғы уақытта өкінішке орай деп айтсамыз ба, әлеуметтік желіде 1 айлық, 2 айлық курс оқылады да, психологтар өте көп болып кетті. Психологпын, мен мотиватормын деген сияқты. Білесіз, көбінесе кімдер психолог болады? Олар жаңа өзіне бір проблема болып, содан шыққан адамдар да. Осылай жасамаңдар, менде осындай болған деген сияқты нәрселер айтады. Бірақ бұл жерде ескеретін жайт бар. Жаңағыдай сізге келіп отқан кезде, ол суицидент болуы мүмкін, білмейсіз ғой сіз. Көбінесе ондай 1-2 айлық курс оқыған психологтар көбінесе мотивация береді. Сен қолынан келеді, сен осындайсың деген сияқты. Бірақ ол жаңағы келіп отқан адам суицидқа бару мүмкін да, ол жағын жаңағы зерттей алмау мүмкін. Сондықтан диагностика жасау керек оны. Айтатыным, негізі психологқа барыңыз келсе, кәсіби бұрыннан тәжірибесі бар, жоғары оқу орнын бітірген деген сияқты кәдімгі маманға баруға кеңес беремін. Мен қазір мысалы жеке қабылдау жасаймын ғой, жастармен. Сол кезде олар сондай бір вау әрекет күтеді. Бір келді, бір сеансқа мысалы оларда бәрі күшті болып кететіндей көрінеді. Бір келгеннен, психологқа келгеннен оның жан жарасы сразу емделе қоймайды. Жалпы адам психологқа не үшін келеді? Өзімен өзі кездесу ғой енді, былай қарағанда. Эголармен өзінің жаңағыдай саналық деңгейге ол адамды көтеру болып табылады, яғни бірінші кездесуден тек қана нәтиже бермейді. Ол үшін 5-ші, 6-ші кездесу ғана ол үшін жақсы бір нәтижеге жеткізеді. Дәріскенде сразу жазылып кетпейсіз ғой, сол сияқты ғой да? Оның да өзінің профилактикасы. Сол үшін де жаңағыдай қазір бізде жалпы Оралда жеке қабылдайтын адамдар бар, бірақ азын шоғын адамдар бар. Сол кісілерге баруға болады, кеңестерін алуға болады. Не обязательно психологқа бару міндетті түрде бір проблема болу керек. Ондай емес. Бәлкім сен проблеманы өзің байқамайсың, мүмкін сол жерде сөйлесу барысында сенде бірдеңе шығатын шығар деген сияқты. Мысалы, психологтың 5 сеансын алу, ол сен тек қана бір проблема айтады деген сөз емес. Әр барғанда сен әртүрлі жаңағыдай мәселелерді қолға алып шешесің өзіңді. Өзіңді ары қарай тани түсесің. Өзіңнің қабілеттерін тани түсесің. Жаңағыдай өзіңді ары қарай жетілдіресің деген сияқты. Түсінікті. Рахмет сіздерге. Құрметті Зердегүл ханым, Бекзат ханым, жақсы әңгіме болған секілді. Менің өзім бірталай нәрсе түсіндім. Көрермендер де сіздердің әңгімелеріңізден өздеріне керектерін алса, бұның өзі біз үшін үлкен жеңіс. Сіздерге көп рахмет. Бағдарламамызға келіп
ойларыңызбен бөліскендеріңізге. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Тек қана алда болыңыздар. Рахмет көп.